Бүгін біз сіздерге әлемнің ең ерекше әрі шок дәстүрлерінің бірін әкелдік. Ол Африкадағы Эфиопия елінде тұратын Мурси тайпасы. Бұл халықтың әйелдері сұлулықты киімнен немесе әшекейден емес, ерінге салынған үлкен табақтан көреді. Иә, сіз қателескен жоқсыз. Дәл ерінге салынған табақ. Қалай ойлайсыздар? Бұндай дәстүр қайдан шыққан және не үшін қажет болды? Ендеше, бірге зерттеп көрейік. Мурси тайпасы туралы жалпы мағлұмат: Мурси халқы Эфиопияның оңтүстігінде, Омо алқабында өмір сүреді. Омо алқабы табиғаты әсем, бірақ тіршілік етуге қиын аймақ. Шөлейт жер мен өзен жағасы қатар орналасқандықтан, мұндағы өмір күрделі. Мурси халқы мал бағып, аздап егін егіп күн көреді. Олардың саны көп емес, бар жоғы 10-12 мың адам шамасында. Дегенмен, дәл осы шағын халықтың дәстүрлері бүкіл әлемді таңғалдырды. Ерінге табақ салу дәстүрінің шығу тарихы. Бұл дәстүрдің тарихы ғасырлар қойнауынан бастау алады. Қыз бала 15-16 жасқа толғанда арнайы рәсім жасалады. Алдымен қыздың төменгі ерінің кішкентайдан тесіледі. Кейін сол кесікке саздан немесе ағаштан жасалған шағын диск салынады. Уақыт өте келе ол диск біртіндеп үлкейтіледі. Осылайша бірнеше ай, тіпті жылдар бойы ерін созылып, соңында әйелдер 10-12 сантиметрге дейін табақ сала алатын күйге жетеді. Табақ не үшін керек? Мурси әйелдері үшін табақ жай ғана әшекей емес. Біріншіден, ол сұлулықтың басты белгісі. Әйелдің ерні неғұрлым үлкен болса, соғұрлым ол әдемі, тартымды саналады. Екіншіден, табақ мәртебе мен байлықтың көрсеткіші. Қыздың ерніндегі табақ көлеміне қарай қалың мал бағасы да жоғары болады. Үлкен табақ таққан қыз қымбат қалың малға кетеді. Үшіншіден, тарихшылардың бір бөлігі бұл дәстүрді құлдықтан қорғанудың тәсілі болған деп түсіндіреді. Өйткені өткен заманда құл саудасы өршіген еді. Ерні созылған, түрі өзгеше қыздарды құл қып алғысы келмеген. Осылайша Мурси халқы өз қыздарын қорғап қалды. Әйелдер үшін бұл оңай ма? Әрине, ерінге табақ салу оңай шаруа емес. Бұл өте ауыр процесс. Алғашқыда ерінді тесу қатты ауыртады. Кейін табақ үлкейген сайын сөйлеу, тамақ ішу, тіпті күлу де қиындайды. Соған қарамастан, Мурси әйелдері мұны мақтанышпен қабылдайды. Өйткені бұл олардың сұлулығының, мәдениетінің, дәстүрінің белгісі. Кей әйелдер күнделікті өмірде кішірек дискілерді қолданады, ал үлкен табақты тек тойларда, мерекелерде тағады. Тайпадағы ер адамдар бұл дәстүрді ерекше бағалайды. Егер әйелінің ерніне үлкен табақ салынса, ол ер адам үшін мақтаныш. Бұл оның байлығы мен мәртебесін көрсетеді. Қыздың ата-анасы үшін де бұл үлкен абырой, себебі қыз қымбат қалың малға ұзатылады. Қазіргі кезде Мурси тайпасы бүкіл әлемге белгілі болды. Көптеген туристер Эфиопияға арнайы осы халықты көруге барады. Әйелдер суретке түсіп, туристерден аздап ақша табады. Алайда, ғалымдар бұл дәстүрдің біртіндеп шоуға айналып бара жатқанында айтады. Жастар арасында әртүрлі пікір бар. Біреулер ата-бабасының дәстүрін жалғастырғысы келеді. Ал кейбіреулер заманауи өмірге бейімделгісі келеді. Сонымен достар, біз бүгін Эфиопиядағы Мурси тайпасының таңғаларлық дәстүрмен таныстық.
ерінге табақ салу біз үшін оғаш көрінгенімен, олар үшін бұл сұлулықтың, байлықтың және мәртебенің ең үлкен көрсеткіші. Әр халықтың өз түсінігі бар. Біреу үшін әдемілік, алтын әшекей, сәнді киім, ал екінші біреу үшін ерінге салынған табақ. Ал сіз қалай ойлайсыз? Мұндай дәстүрді қабылдай алар ма едіңіз? Пікірлеріңізді жазыңыздар. Бұл қажет арнасы. Келесі бейнеде тағы бір елдің ерекше дәстүрін бірге зерттейміз. Арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар.